Достар, бүгінгі жобамыздың басты кейіпкері Жұмаберді мырзаның жұмыс орнына келіп тұрған жайымыз бар. Бұл Ақтөбе аймақтық бас кеңсесі, миллионерлердің мекеніне қош келдіңіздер, кеттік. Керемет Ақтөбе инфинит. Жұмаберді мырзаның кабинеті осы жерде. Саламатсыз ба? Жұмаберді мырза жоқ па өзінде? Келесі бөлмеде. Бәрекелді. Достар, Жұмаберді мырзаның шеберлігіне куә бола тұрайық. Сұхбатымызды сосын жалғастыратын боламыз. Жұмаберді мырза, жалпы осындай кең сарайдай кеңсеңізге шақырып сұхбат беруге мүмкіндік тудырғаныңызға үлкен рахмет сізге. Естуіміз бойынша, білуіміз бойынша, енді осы сұхбатқа дайындалар барысында сіз жайлы біраз естіп, көріп, біліп, барынша ақпарат жинауға тырыстық. Енді білуімізше сіз кітап оқығанды өте қатты жақсы көреді екенсіз. Жалпы өміріңіздің әрбір кезеңін бір-бір кітап деп алатын болсақ, осы бала кездегі кітап қай жанрға көбірек жатады? Ертегі ме, әлде басқасы ма? Жалпы әңгіменің басын бала шақтан бастасақ. Енді кітапты мен қазір айтатын болсам, ертегі де оқыдық, қиял ғажайып нәрселерді оқыдық, неше түрлі махаббат жайында кітаптар кетіп жатыр. Но мен бірақ балалық шағымды қай кітапқа жатқызасыз деп тұрса, мен оны бір қорқынышты көрген түске жатқызар едім. Себебі мен сол балалық шағыма именно соған қайтып бар десе, мен действительно менде бір қорқыныш бар. Себебі мен дейтін кітап өздерің сияқты бір қалада өмірге келіп, бір балалық шақтың бір қызығын көріп, бір керемет бір шалқып өмір сүрген адам емеспін. Бірақ мен ол өміріме өкінбеймін. Именно сол қиын балалық шақтың арқасында, сол қиынды көріп өскеннен кейін мен ойлаймын, осындай жетістікке жетіп отырмын ба деп. Енді балалық шақтан бастайтын болсақ, мен 1974 жылы Атырау облысында Индер аудан деген жер бар. Сол жерде Жарсуат совхозы деген бар. Сол совхоздың 3-ші фермасы деген жер бар. Ауыл 30 үйі бар. Мен еще ол 30 үйде де өмірге келген жоқпын ғой. Мен еще қойшының үйінде өмірге келдім. Менің әкем Отаралы Рахмет, анамыз Махфуза, ол кісілердің бәрі о дүниелік болып кетті. Енді олар 40 жыл өкіметке кәдімгідей шынайы еңбек етті. Енді мал бағатын адам керек болды ол кезде. Енді оның өзі де бір таптырмайтын мамандық болды. Енді олар бізді адам қылып тәрбиеледі. Ол кісілерге рахмет, Алла разы болсын. Енді мен солдай өмірге келдік. Енді мен киіз үйде өмірге келдім. Мен өзім қазір біріншіден мен мақтанам сол именно киіз үйде өмірге келгеніме. Жаңағыдай бір мен нағыз көшпенді қазақтың отбасында өмір сүрдім. Жазда жайлау, күзде күздік, қыста қыстақ. Енді мен өзім 74 жылғымын, 79-80 жылдары мен уже есімде осындай бір жерден қазып қойған, былай жертөле деп айтады ғой, жер пәтер деп айтатын болды да біздің кезімізде. Сондай жерде өзің ойлап қара, екі өлме ғана тек қана жерден қазып қойған, ол былай қарағанда салыстыратын болсам, ол бір тышқанның іні сияқты. Оның үстіне мал да шығып кетеді, оның үстіне машина да шығып кетіп жатады, байқамай қалады да, просто сондай не сияқты. Бірақ асты үй кәдімгідей. Асты үй кәдімгідей. Ортасында бір пешпен бөлінеді, екінші жағы кішкентай жаңағыдай ыдыс-аяқ тамақ тұрады. Мына жағында бүкіл семьямыз жаңағыдай бәріміз жатамыз. Сондай жерде өмірге келдік. Біздің мындай даже қалада тұрмақ түгілі бір корпус үй деген бізде бола ма деген сияқты бір арман болатын еді. Сондай үйде қашан тұрамыз деген сияқты. Сонда жаңағы маған 30 үйлі біздің ферманың орталығы маған бір даже мына үлкен Нью-Йорк сияқты сондай бір арман болатын еді. Шіркін-ай, менде сол бір ана 30 үйлі жерде өмір сүрсем, ана сол ауылдың балдары сияқты 3 ай каникулда ойнап, әбетке дейін ұйықтап, қашан біз сондай өмірге жетеді екенбіз деп армандайтын едім. Енді ол мен ешқандай да әке-шешеме ренжімеймін, потому что олар бізді бақпағанның кесірінен емес, просто біз енді сондай қайдан білейін енді тыңдамадық па, әлде сондай бір еркіндікте өстік па. Олар бізге жаман болмасын дейді ғой. Просто енді сондай заман просто. Сондай кезде өстік, но енді бізді сол именно сондай қиындықта ана айдалада бізді сыртымыздан көрген адамдар, қаладан ағайындарымыз келеді, сонда ойлайды ғой, сендер мына жерде қалай өмір сүріп жатсыңдар? Көрші деген жоқ вообще. Көрші деген бір 20 километр жерде, ана жерде бір үй, мына жерде бір үй бар. Онымен де анда-санда бір қонақта кездеседі. Бізбен ойнайтын бала жоқ. Сонда бізді не ұстап тұрды ана жерде? Неге біз малмен бірге мал болып кетпедік?
вот жаңа сен жақсы сұрақ қойып отырсың. Бізді сол мал қылмаған, сен айтқандай жаңа кітаптар. Неге мен кітапты жақсы көріп өстім? Потому что оқитын нәрсе енді адамға дейтін действительно кітап болмаса, кітап вообще модадан қалмайды ғой негізі. Мен әлі күнге де оқимын кітаптарды, например. Кітап оқымаған адамды мен білмеймін енді. Қазіргі жастарға да айтарым, обязательно кітап оқу керек. Қазақ әдебиетін бірінші тауысып алу керек. Содан кейін барып басқа бестселлерге көшу керек. Сол неше түрлі кітаптар оқыдық. Ертегілер оқыдық. Дым білместің басынан кешкендер деген бір кітапты оқыдым. Кішкентай соны армандап, қиялдап өстік. Ой, мен де сондай болсам деген сияқты. Айға ұшып кетсем деген сияқты не бір негізі қияли болып өстік. Но бірақ кішкентай кезінде қияли болған адам действительно өскен кезде ол кісіден бірдеме шығады. Бірақ басында, конечно, бәрі күледі. Мынау қияли, бірдеме ойлап жүреді деген сияқты. Ал ол кісінің басында не жатқанын білмейді ол адам. Сөйтіп өмірім солай көрген түстей болды. Қазір ойласам, действительно көрген түстей менің өмірім. Бәрекелді, жалпы айтып отырсыз жаңағы дым білместе айға ұшып қиялдадық деп, қырға шығып, қой бағып, алыс қала қарап отырып, бала жұма берді. Бірдеңені армандады ғой. Қандай арман еді сізді осы үлкен жетістікке жетуге жетелеген? Негізі бала күнгі арман дейтін бізде енді қиялымыз шексіз, жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Енді бала арман қандай болады? Дұрыс сұрақ қойып отырсың. Енді жалпы мен мамандығым сварщик қой. Енді бұл сварщикті мен сол бала кезімде бір сварщикті көріп қалып, ой, мен сол сварщик сияқты болсам екен, шіркін-ай, мен де андай комбинезон киіп алып, мындай масканы киіп алып, касканы сварщик жасап жатсам екен деген ой болған жоқ менде. Бұл енді өмірдің жаңағыдай ағысы, өмірдің бір сондай бір кездері болады ғой, ондай бұрмалаған кездері. Сонымен келіп, ағысымен келіп, сварщик мамандығын алдым. 94 жылдарменен келдім. Ол кезде даже жұмыс жоқ. Мен даже сварщик болып жұмыс жасайын десем де жұмыс жоқ. Сондай кездерде мен жалпы негізі бір сондай бір арманым, бала кезден негізі арманым. Сен сұрап отырсың ғой. Мен білмеймін, мен бір простой адам болам деген менде ой болған жоқ. Мен бір сондай бір белгілі адам болам. Мен бір миллионер болам, білмеймін, бір сондай ерекше адам болам деп ойладым. Мен бір как будто ат басындай алтын тауып алам деп ойлайтын. Сондай бірдеме кездеседі маған, ат басындай алтын тауып алам деп ойлаймын. Но бірақ енді өсе келе ат басындай алтынның кез келген жерде жатпайтынын түсіндік қой. Әрине. Енді мен сварщик болып жүріп, ондай алтынды қайдан тауып аламын? Содан жаңағыдай неше түрлі бизнестер кетті. Неше түрлі традиционный бизнестермен айналыстық, жаңағыдай. В общем, арманым жаңағыдай қалай болғанда да өзгеше бір адам болу болды енді. Жеңіліс көп болды ма, әлде жеңіс көп болды ма? Осы сәтке дейін. Енді адам енді жеңіске жету үшін де, мен ойлаймын өзім, адам жеңіске жету үшін ол бірінші жеңілістен өту керек. Егер адам жеңілістен өтпейтін болса, ол уже тәжірибе жинамайды ғой. Адам жеңіліп барып тәжірибе жинайды. Мен енді бірінші жеңілісім өмірдегі сол жаңағыдай жерде өмірге келгенім деп ойлаймын. Но бірақ ол маған плюс болды. Маған ол дейтін жақсы болды, наоборот. Мені сондай алып шыңдап өсірді. Мына құрыш қалай шынықты деген кітапты оқыдық біздер. Құрыш қалай шынықты. Действительно біз сондай болып шынығы өстік. Суыққа тоңбайтын, отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын адам болып өстік. Күннің астында күймейтін, аяғымызға тікен кірмейтін. Сондай болып өстік та. Но енді жеңілістер көп қой өміріндегі. Оны мен ана ұсақ түйектерін айта бермейін. Мен ең бірінші бір қатты жүрегіме тиіп, қатты қиналып жеңілгенім. Енді ол жеңілісті мен саған сразу айта алмаймын, мен саған оны былай алыстан орап алып келейін, сонда түсінікті болады. Әрине, ол біздің көрермендерге де түсінікті болар. Жалпы енді мен қазір мына жетістікке жетіп жатқан себебім де осы именно компания, сетевой компания арқасы ғой. Жалпы мен мына сұхбат беріп отқанымда осы сетевой компания сен менен бір сварщик ретінде келіп алып жатқан жоқсың ғой. Сен озат сварщиксың деп интервью алып жатсың. Сертификаты бар сварщик деп. Просто мен осы жерден жетістікке жетіп, кәдімгі миллионер болып, командадан бірнеше миллионер шығарып, сөйтіп бір шамалы бір дәрежеге өскеннен кейін интервью алып отырмын. Бұған келу себебімді айтайын, сонда сұрағыңа жауап аласың. Жақсы. Енді жалпы менде кәдімгі нормальный адамдар сияқты, енді нормальный ер адам сияқты менде сетевой бизнеске қарсы болдым. Кәдімгідей. Қазіргі мені көрген адамдар ойлайтын бар. Жұмаберді туғаннан сетевик сияқты, жаңағыдай ол туғаннан осындай өзі дайын адам ғой деп ойлауы мүмкін, но бірақ мен ондай болған жоқпын. Мен де кәдімгі нормальный адам сияқты, это не мое деп жүрдім. Келмейді. Жоқ. Рахмет. Это не мое. Бұл әйелдердің жұмысы. Енді солай ойлайды ғой қазір адамдар. Мен де солай ойладым. Сөйтіп жүрген кезде жаңағыдай сауда жасап, сөйтіп жүрген кезде менің өзімнің енді осы бизнестегі жетекшім
Өмірдегі менің былай қарағанда енді туған ағам, супер брат деп айтамын да, ол кісіні. Супер брат. Супер брат. Супер ағам. Енді мен ағаларым көп. Менің 5 ағам бар. Солың ішінде тек қана мен кенжесімін. Жалпы біздің үйде 8 баламыз. Оның ішінде 2-еуі қыз бала, 1-еуі апам, менен кіші қарындасым бар. Ортада жаңағыдай 6 бала бар. Сол менің 5 үлкен ағам бар. Сол 5 үлкен ағаларым ішінде осы бизнесте жүрген, сетевой бизнесте, вообще традиционный бизнесте жүрген тек қана осы екеуміз. Қазір мен осы бизнеске шақырған өзімнің жетекшім, традиционный бизнесмен, и так миллионер, именно осы компанияның основателі Отарал Сергей. Сол кісі, ол кезде енді ол кісінің өзі де білмейді сетевой не екенін. 2008 жылы ол кезде мен Мақат деген жерде тұрамын. Атырау облысында Мақат деген жер бар, сол жерде район орталығы, сол жерде өмір сүріп жатырдық. Сол кезде маған бір күні звондады. Жұмаберді келінді алда қалаға келіп кетші, конкретный шаруа бар деді. Сосын мен ойладым енді, маған бір магазин берейін деп жатқан бар деп, ол кезде ол кісінің 5 магазині бар. Содан қалаға жетіп бардық, жетіп барсам осындай бір офис, жаңағыдай, даже офиста емес, ол компания офиста жоқ, ол кезде бір ресторанның бір бөлмесіне кіргізіп жіберді, бөлмеде бір 20 шақты адам отыр, бір әйел адам тақтаның алдында тұр, жаңағыдай бір бизнес план бірдеме көрсетіп жатыр. Мен дым түсінбеймін, мен неге шақырып отырмын жерге, мен не қатысым бар мына жерге, кілең әйелдер отырған. Мен былай қарағанда шын айтсам ренжідім. Неге шақырып отыр деген сияқты. Но бірақ до конца отырдым енді, для енді сыйластықтың несінен отырдым. Енді бірақ зейін қойып тыңдадым, потому что маған қызық болды. Айтып жатыр. Енді содан кейін қызық болған адам не істейді? Қызық болған адам сұрақ қояды ғой. Мен неше түрлі сұрақтарды қойдым. Еще аны сұрақ болғанда небір қитұрқы сұрақтарды қойдым. Мен ана адамды мат қылуым керек, типа мен бәрін білемін деген сияқты. Ол кезде мен я все знаю болып жүрген кезім ғой. Мен бәрін білемін, маған не айтып отырсыңдар деген сияқты. Но бірақ айналып келген кезде менікі дұрыс емес екенін түсіндім. Сұрағымды қойып берген кезде ана жерде тұрған адам жетістікке жеткен адам, маған көрсетіп тұрған адам. Ол бір нәрсені орындап, үлкен жақсы жетістікке жеткен адам, ақша тауып жүрген адам маған айтты. 2-5 жылдан кейін $10,000 аласың деді. Сен осы компаниядан бриллиант боласың, 2-5 жылдан кейін бриллиант $10,000 аласың деді. 2008 жылы $10,000 деген ол жақсы ақша. Сосын мен ойладым, неге жасамасқа? Жасап қарайық, давай. Әйеліміз итакта енді бірінші әйел бастайды ғой. Вообще негізі әйел деген мен айтайын, кішкене сұрақтан былай ауып кетіп жатыр. Айта беріңіз. Бізге қызық қой. Әйел деген негізі мен салыстырамын, әйел деген ол крокодил. Крокодилмен салыстырамын әйелді. Себебі қандай бір мүмкіндік болса да әйел адам ол қорықпайды. 3 метрге дейін жақындап кетемін, не? Ол сразу крокодил сияқты осылай жабысады. Ал ер адам ол жираф сияқты. Ол дейтін мойны ұзын ғой, жираф сияқты, ол алыстан қарайды, пока оған жеткенше ол ойланады, жаңағыдай бірінші жаңағыдай сен бар деп әйел жібереді. Есін мина бірдеме болып кетіп жатса айтады ғой, фу, мен саған айттым ғой, барма деп айтқан кезінде деп. Егер де ана әйел жетіспей кетіп жатса айтады, қасына барып тұра қалады, айтады, бұны негізі мен істегенді. Осылай, вот сондай басында, конечно, әйел деген ол батыр негізі. Мен сөйтіп айтамын да, ол әйел, ана дегендер олар батыр ғой. Вот сөйтіп бастады, действительно әйеліміз ғой енді кішкене бастаған бизнес сетевойды. Сосын артынан мен келіп тұра қалдым қасына, сөйтіп екеуміз бірге жүріп 100% сол бизнеске кірістік. Содан жаңа сенің сұрағың айналып келе жатыр ғой. Жаңағыдай қатты бір жеңіліс тапқан кезім деген сияқты. Мен ол кезде ешқандай мен жеңіліс табамын деген ой болған жоқ. Ол менің ең бірінші компаниям. Мен ол кезде компания таңдап білмеймін, вообще сол одан басқа компания жоқтай көрінді маған. Сөйтіп сол компанияда мен 2 жылдың үстінде 2 жыл жарымға жақын жұмыс жасадым сол жерде. Бармаған жерім жоқ, алмаған обучением жоқ, жаңағыдай Таиландқа дейін барып келдім. Мен ол компания рахмет айтамын. Ол мені өсірді, оқытты, үйретті. Менің өмірім 180 градусқа өзгермесе де, менің ойым 180 градусқа өзгерді. Действительно, мынандай да бизнес бар екен. Өстіп жүріп те миллионер болуға болады екен. Мен көзім жетті. Ол бизнеске барып та мен бала кезде оқымаған кітаптармен оқып таныстым. Небір миллионерлердің кітабын оқыдым. Но бірақ мен жаңа жеңіс тапқан жерім, сол 2 жылдан кейін уже мен кері қарай кетіп жатқанымды түсіндім. Менің армандаған, мен именно сол сетевой бизнесті кездестірген кезде, жаңа айттым басында ат басындай алтын тауып алған сияқтымын деп, сол сетевой бизнесті көрген кезде менің алдымнан бір туннел ашылғандай болды да, бір туннел ар жағынан бір свет жанғандай болды просто. Мен оқ дедім, это мое дедім. Түсінесің ба? Мынау менікі дедім сетевой бизнес көрген кезде. Вот сол арманым менің балта шаба алғандай болды да сол кезде. 2 жылдан кейін
менің уже командам кері кете бастады, уже ана неше түрлі лохотрондар көп қой қазір. Біреу анда кетіп қалған, біреу мында кетіп қалған. Сөйтіп жүрген кезде мен кәдімгідей жеңіліске ұшырадым кәдімгідей. Мен уже настроением, шын айтайын, мен көңіл күйім төмен қарай түсіп кетті. Мен даже айтады ғой, шыдам керек деп мындай бизнесте. Мен даже сол шыдамда шегі бар ғой. Шыдам кәдімгі сынуға шақ қалды. Енді до конца сынған жоқпын мен, но бірақ сынуға шақ қалған кез мен бірінші жеңілгенім сол кез. Өмірде қатты бір көңіліме келіп жеңілгенім. Но бірақ енді жаңа оқулардың арқасы, жаңа кітаптардың арқасы мен сол ақыры жаңағыдай балшыққа құлап қалсаң жата бермейсің ғой сен ана жерде. Тұрмайсың ба қайта-қайта. Сол сияқты мен де бір балшыққа құладым ба қайттан тұрдым. Сөйтіп жүріп екінші компаниямызға бардық. Ол да шетелдің компаниясы. Ол жерде кішкене басқашалау, но бірақ ол жерде де енді кез келген жерде сізге бизнес план көрсеткен кезде жаңағыдай бірінші әсірелеп көрсетеді ғой жаңағыдай. Оның жасыратын несі бар. Әсірелеп көрсетеді, жаңағыдай жақсы жақтарын көрсетеді, оның артында минустарын саған не кәді айтпайды ғой. Сөйтіп екінші компанияға бардық. Анамен салыстырғанда керемет енді. Адамдарға сеніп тұрып, бізге солай деп түсіндіріп жатыр. Сөйтіп келіп ол компанияға келдік, но бірақ артынан жайлап минустар шыға бастады. Оны кезінде айтқан жоқ, уже поздно. Ол жерден де жақсы жетістікке жеттік, но бірақ мен жеткен жетістікке менің командам жетпейді қай бизнесте де. Мен жүрем, потому что мен жететін себебім, мен 100% бизнесте боламын. Семьяммен кәдімгідей жүрем, күн демей, түн демей жүрем, жетістікке, но командам мен сияқты жете алмайды, потому что оларға бір қиындық бар. Ол бизнестен де жайлап қош айтыстық. Оларға да рахмет, ол компанияға. Мен вообще бәріне рахмет етемін. Каждый раз ол маған опыт болды. Сөйтіп жүріп, мен қазір 10 жыл болды сетевойда жүргеніме. 10 жыл. 10 жыл сетевойда жүріппін. Енді ол жерден алған опытымды мен қанша миллион берсем де сатып алмаймын. Қанша кітап оқысам да сен ондай опыт жинай алмайсың. Просто мен рахмет айтамын сол компанияға. Сонда 7 жылым менің басқа компанияда өтіпті. 7 жыл тәжірибе жинауға деп айтуға болады. Жаңа қатты жеңілген жаңа бірінші сенем, сол емір сол қатты қиналғаным жаңағыдай арманымды жоғалтқандай болдым. Өшкен арманыңызды, балта шабылған арманыңызды жоғалтып алған жаңағы ат басындай алтыныңызды Infinity-дан таба алдым деп айта аласыз ба? Тек қана менің емес, маған ерген, өзім деп келген кәдімгі бірнеше адам уже миллионер. Жалғыз мен емес. Действительно менің өмірім жақсы жағына өзгерді қазір. 180 градусқа. Мен қазір менде ертеңге деген бір қорқыныш жоқ қазір. Сізге жалпы Infinity не берді? Тек қана материалдық жағы емес, мен былай қарағанда мен санам өзгерді. Мен шын айтайын, мен басқа жұма берді емеспін. Қазір именно осы компания арқасында мен действительно менің тәжірибем жиналып, уже мен өзім сияқты болып келген каждый адам мен егерде маған сеніп келіп, ал мені миллионер қылшы, мен сол миллионер болу жолында не айтсаң соны істеймін, любой тапсырманы орындаймын дейтін болса, мен любой адамды сол жария жеткізе алатындай бір білім жинадым. Ал енді жаңағыдай материалдық жағына келетін болсақ, сол енді қатты болса да, бірақ сол қызықтап көрерменге, елге бәріне білесіз ғой. Сол жағын сұрағымыз келіп жатыр. Енді бұл компанияда мен жақсы жетістікке жеттім. Жақсы бір премияға жеттім, например, енді былай айтпай қойын жаңағыдай, жеңіл-желпі премияда айтпай қойын жаңағыдай, шетелге путевка алып жатқанымызды оларды айтпай қойын, оны алып жатыр. Оны бірнеше адам алып жатыр бұл компанияда. Ең бірінші менің премия, $20 000 премия қазір алғанымыз. Ал оған дейін мен енді бұл компанияда мен бұрын енді Атырауда өмірге келіп, Атырауда бастадым бұл бизнесті. Мен осы компания арқасында Ақтөбе қаласына көшіп келдім. Ақтөбе қаласынан действительно бір өте жақсы районнан, керемет жерден 3 бөлмелі үй алдым. Мен бұрын ондай этажды үйде тұрғым келмейтін еді. Сол бұрында ғана 30 үйге жақындасам деген арманның толық орындалғанын бір түрі. Сол жерден, жақсы жерден үй алдым. Енді ол үйді де барып көрерміз. Көргенімізде енді бағаларсыздар, жалпы. Енді бұл басы ғой. Біреумен шектелмейміз. Екінші планымыз бар уже. Екінші қаладан үй алу, үшінші қаладан. Мен өзімнің балама, қызыма, каждыйына мен бір үй алып беру мен мақсатым. Соларға әке болғаннан кейін мен оларға мен көрген қиындықты көрмесе екен деген сияқты ой ғой. Енді машина алып жатырық, енді оның бәрі неше машина алдым мен осы компанияға келгенде. Неше машина өзгерттім былай қарағанда. Бұрын даже кредит деген сөзді ұмыттық қой, бір жақсы. Жаңағыдай енді ол наличкамен машина алған деген ол жақсы нәрсе негізі бар. Бәрекелді. Жаңа көлік деп жатсыз, қаншама көлік ауыстырдым деп жатсыз. Рұқсат етсеңіз, Жұмаберді мырза, келесі сұхбаттың кезеңін сол көлікке барып, көліктің ішіне отырып, сол миллионердің энергиясын сезініп бізге жұғысты болсын деп сол жерде жалғастырсақ. Жарайды.
Қарсы емес па? Кестік. Олай болса, құрметті көрермендер, алыстамаңыздар. Дәл қазір сұхбатымызды Жұмаберді мырзаның көлігінде жалғастыратын боламыз. Керемет екен, құтты болсын дейміз, темір тұлпарыңыз. Шынымен де ерекше сезінеді екенсің өзіңді. Бізге де жұғысты болсын деп. Жалпы осы көлікке жету жолы қалай болды? Соның бір басынан бастап айтып берсеңіз. Енді ол бәрі арманнан басталады ғой. Арманнан басталады. Мысалға, енді мен мысалмен сөйлеймін. Себебі кезінде біздің ата-бабаларымыз жаяу жүрген адам болмаған ғой. Бәрі атпен жүрген. Аты жоқ адам, ол былай қандай, ол бейшара, кедей, сондай жарлы болып есептеледі уже. Мына біздің атамыз бар ғой, Жаяу Мұса деген. Соның өлеңі бар емес па? Шорманның Мұстафасы атымды алып, атандым сол себептен Жаяу Мұса деген. Каждый адамның өзінің аты болған, еще каждый адам жүйрік ат мінуге тырысқан, жаңағыдай қазан ат деген аттар болған, жүріске төзімді. Сол сияқты менің де армандарым болды ғой, неше түрлі. Конечно, адам өзінің жағдайына қарап армандайды. Бұрынғы бизнесте басында сетевойда жоқ кезінде, например, мен армандайтын едім. Ой, бір нормальный, бір кішкентай машина болса деп. Сөйтіп бір арманда жүрген кезде Правер машина алдым. Оның өзінің историясы бар, ол Правойды қалай алдым мен. Себебі біз армандауды ең басында үйренген кезде мен бір машинаның фотосын алдым да жарға жабыстырып қойдым. Ішіне өзімнің басымды ойып жабыстырып қойдым ана машинаға. Сосын тек қана ол арман емес, менде бірнеше арман болды, жаңағыдай үйдің суреттері неше түрлі. Содан бір-екі жыл өтті, мен неше түрлі машина ауыстырдым, бір күні бір Правой машина алдым. Содан жаңа машинамды қарап айдап жүрмін. Бір күні ана суретке көзім түсіп кетті, қарасам, менің қазіргі айдап жүрген машинам жаңа жарда тұрған сурет деген машина. Ал мен басымдағы суретті машинаның ішіне Правый жағына жасырып қойыппын. Мен ойлаймын, сол визуализация деген болады ғой, адамна не ойласаң сол болады дейді ғой. Соның кесірінен болар. Именно сол Правый машина айдап жүрген кезде мен тағы бір одан да бір классы высший, жылын ойлау бір Правый машинаны көріп, соны армандайтын едім. Ой, мына машинаны алсам деп. Соны көрдіңіз ба, мен осы бизнесте жүрген кезде, ол кезде мен мынандай машина спокойно алатын жағдайым бар. Спокойно кәдімгідей. Сонда осыны алмай, именно жаңағы екінші кезінде армандаған Правый машинаны барып алдым. Енді сол кезіндегі арманым орындалып тұр ғой. Оны бір 2-3 айда айдадым да сатып жібердім уже. Бірақ арманыңызды орындадыңыз. Арманым орындалып тұр осы кезіндегі визуализацияның арқасында. Ал енді мына машинаны, например, енді бұнда бір жақында алдым ғой. Бұның алдында да мен неше түрлі джиптар болды, например, алып жатырық. Мен просто бір сөзіңізде айттыңыз, машина көп ауыстырдым. Иә, көп ауыстырдым мен. Мен өзімнің әлде де менің жоғары жақта бір армандаған үлкен бір керемет машиналарым бар. Оны қазір айтарым соңында. Мына машина қалай келді маған? Мен бұны осыдан бір 5-6 жыл бұрын, например, осы машинаны кезінде армандағанмын. Просто ол кезде мен мынаны алам деген ойымда жоқ, просто даже мен қалай алам, оны білмеймін даже. Сөйтіп армандап, осы машинаның суретін алдым да, именно осының ақ түрін и қара түрін алдым да, компьютерге жабыстырып қойдым ғой. Компьютерге салып қойдым. Ана қайда жүрсем де ноутбукте де тұр, өзімнің жұмыс орнында да компьютерде тұр, соткада да жүр. Сөйтіп осы жақында осы машинаны алғаннан кейін өзім ойланам. Мен неге мынаны алдым? Вообще мен бұрын армандап, қазір бұны мен қалап жүрген жоқпын ғой негізі деп. Соны ойлап қарасам, кезіндегі армандаған машинам қазір мен қолыма келіп тұр ғой. Мен осы бір пока айдап тастайтын бір маған бір сондай бір жеңіл машина керек болды. Маған бір жеңіл машина керек болды, үйдегі жеңгеңе бір жеңіл машина керек болды. Уақытша пока айдап тастайтын. Сонда осы машинаны алып тұрмын ғой. Оны алып тұрған себебім жаңағы арманнан басталады да бәрі. Сол кезіндегі армандаған арманым орындалып тұр. Сондықтан да адам действительно армандаған кезде уже сразу дұрыс нәрсені армандау керек екен. Рұқсат болса, дәл осы тұлпармен Ақордаңызға қарай тізгіндесек. Бақытжан, мынау енді кешегі визуализацияның жемістері ғой. Мен саған айттым ғой.
ақ цвет жақсы көремін деп сол жаңа мынау өзің жеңгеңе алдық. Infinity компаниясының арқасы ғой, енді мен сварщик болып жүріп, сварка жасап жүріп, осындай 2 машина тапқан жоқпын. Мен ондай сварщикті білмеймін, көрген де жоқпын. Мүмкін болар, но бірақ мен осындай сетевой компаниялардан өскен талай миллионерді көрдім. Ал менің енді Infinity компаниясына, Аллаға шүкір, менің командамда, менде партнерларым не только машина, уже үй алып жатыр. Бірнеше адам. Олай болса, үйге қарай жылжиық. Ал Бақытжан, қош келдің. Ой, рахмет. Бұл енді қарапайым сварщиктің үйі емес, енді уже бұл енді сетевиктің үйі деп білесің. Бәрекелді, жұғысты болсын. Жұғысты болсын, мына төрден бастайық, залдан бастайық енді. Мынау енді біздің қонақ бөлмеміз. Енді жер үйдегідей кең емес, мынау енді 20 квадрат метр деген енді мұндай үйлерге жақсы деп ойлаймын. Люстрасы ерекше екен байқадыңыз? Хайтек деген бұл. Хайтек деген ремонттың аты негізі хайтек деп айтылады. Біздің мына классический емес, жаңағыдай бір біз үйреніп қалғандай емес. Иә, үшін хайтек деп айтылады. Енді мына жақ енді бұл енді біздің жатын бөлмеміз. Мынау жатын бөлмеміз. Осы енді ұнады маған, просто кең, былай енді жарық, сосын мынау енді ағаңның жаңағыдай спортивный залы бәрі осы жерден. Енді таңертең тұрамыз да, ұйқымызды тек ашқан бойда далаға шығып жүріп көреміз. Шаруақта айналып ойнап, шаруақта да бар, турниктер, мынау осының турник мен болғым келіп жүр уже. 1000 рет адреналин сағым келіп жүр. В общем, 1000 деген өтірік болар енді, 1000 емес енді. Нормально бір 100 рет спокойно істесем, бұл менің жасыма 44 жастағы адам, бұл нормально деп ойлаймын. Келесі бөлме енді, мынау енді жуынатын бөлме, енді ванный. Жақсы. Бұл ерекше жасалған екен, жөндеу жұмыстары керек. Мынау енді біздің бала-шағамыздың қыздарының бөлмесі. Енді біздер енді әлі үйдің ішіне енді былай әлі алатын нәрселер көп қой енді. Мен байқағаным, сіздердің үйлеріңіздегі люстралар ерекше екен бар. Бұл люстралар деген бұның бәрі Икея деген фирма бар ғой. Икеяның заттары бәрі. Сондықтан бар, может быть, ерекше болып тұрған. Действительно, мынаның бәрі маған басқаша болып көрінді. Бірақ қазір көзім үйреніп кетті. Қазір келген адамдарға действительно ол солай болып көрінеді уже. Осындай енді үйіміз сендерге жұғысты болсын. Енді осыны көріп отқан адамдарға да бәріне де жұғысты болсын. Бәрекелді, олай болса, төр бөлмеге барып. Жүріңіз, мына жаққа жүріңіз. Жұмаберді мырза, дастарханыңызға көп-көп рахмет. Жалпы жаңа айттыңыз, келген кезде сетевиктің үйіне қош келдіңіздер деп. Енді әңгімемізді осы жерден өрбітсек, жалпы сетевик болу үшін қандай қасиеттерге бай болған дұрыс? Енді сетевик болғанда жалпы мына адам сетевик болады, мына адам сетевик болмайды деген қағида жоқ қой. Қағида, ондай қағида жоқ. Жалпы әркім әртүрлі себеппен келеді енді сетевик болғанда. Біреуге, например, қаржы еркіндігі керек, біреуге уақыт еркіндігі керек, например. Ақшасы бар, но бірақ ақша тауып жүреді, но бірақ постоянно уақыты жоқ та. Сетевой бизнесте уақыт бар ғой. Например, ақшаңда болады, уақытында болады. Біреуге сол, біреуге путешествие, просто қыдырып жүрген ұнайтын адамдар бар да. Әртүрлі жаңағыдай себептермен келеді де, но бірақ көп адамдарда бір басты қасиет болмағанның кесірінен именно сетевой жетістікке жете алмай кетіп қалады. Ол ең бірінші шыдамдылық. Адам дейтін шыдамды болу керек, сабырлы болу керек. Сразу ештеңе берілмейді. Адамға бірден беретін кезде проблема орап береді дейді. Сен уже бір жерге баруың керек, обязательно семинарға баруың керек. Сен әлі бір жерден ақша тапқан жоқсың, например, да, әлі. Но бірақ сен ақша шығарып бір жаққа баруың керек. Соны көп адамдар түсінбейді жаңағыдай. Мен ақша тапқан жоқпын, ертең тапқаннан кейін барамын дейді. Ал егер ол бармаса, ақша таппайтынын түсінбейді де көп адамдар. Сондықтан да бұл жерде бірінші шыдамдылық керек, төзімділік керек. Сразу бірден болып кетпейді. Ештеңеде даже келген кезде жалпы бизнеске мен бір жылымды осы жерге арнаймын деу керек қой. Адам деген сетевой бизнеске келгенде бір жыл кәдімгідей. Бір жыл сен кәдімгідей жұмыс жасайтын болсаң, кәдімгі таң атты 24 сағат кәдімгідей.
осыны жұмыс деп қабылдау керек. Көп адамдар бұны жұмыс деп қабылдамайды. 50% жаңағыдай мына сетевойда болса, 50% басқа жақта жүреді. Денесінде, ойда басқа жақта жүреді, басқа шаруалармен. Содан кейін айтады да, мен 6 ай жүрдім, 1 жыл жүрдім, бизнес жүрген жоқ дейді. А біз қалай істедік? Мен 100% осы бизнеске басыммен кірдім. Кәдімгідей, потому что менің арманым жаңағыдай тездетіп, жаңағыдай бриллиант деген өрімге жету болды. Infinity-дің басқа компаниялардан қандай басымдылықтарын ерекше атап өтер едіңіз? Мен үшін Infinity компаниясынан артық компания жоқ қой енді. Мен оны өзім солай деп қабылдаймын, номер 1 деп. Но бірақ енді айтып отырмын жаңағыдай, қайтып келейін. Ол бізден де 50 жыл бұрын құрылған, 30 жыл бұрын құрылған, 40 жыл бұрын құрылған компаниялар бар, жақсы жұмыс жасап жатыр да. Но енді қандай разница бар дейсіз ғой. Ол жақта да адамдар миллионер болып жатыр. Енді бізде де шүкірміз, біз енді 3 жыл болған компаниямыз, нық аяққа тұрдық қазір. Біздің артықшылығымыз неде? Біздің артықшылығымыз біздің компанияның енді басында тұрған енді біріншіден ер азаматтар, кәсіпкер жігіттер, екіншіден сетевиктер, өздерінің кәдімгідей осы маңдай терімен былай айтқанда енді үлкен команда құрған, енді сенімді сетевиктер. Содан кейін бізде енді продукциямыз жақсы. Адамдарға действительно кәдімгідей өзің ұсынған кезде ұялмайсың ешқандай да, потому что сенімдісің. Енді өзіміз ішеміз ғой енді, семьямызбен ішеміз, например. Содан кейін енді жаңағыдай жүйесі бар, құрылған жүйе, жаңағыдай оқытып үйрететін сабағы бар, обучающий система дейді ғой, вот сол бар. Сосын енді мен сол бастысы сол біздің жігіттердің енді бір айта кететін несі, бұл біздің жігіттер компанияны ашып алып, например, ана басқа жерде отырып алып, үстіндегі жаңағыдай сүттің қаймағы дейді ғой, қаймағын сыпырып алып отырған жоқ қой, например, компания ашып алып. Олар да біз сияқты осы сет құрады. Біздің компанияның основательдері біз сияқты дистрибьютор осы компанияның. Сонда ойлап қара, кемедегінің жаны бір дейді ғой. Олар да біз сияқты. Осы біздің маркетингтің жақсы болғанына, продукциямыздың керемет болуына, олардың да сондай бір интересі мықты, менің сияқты, например. Мен қалай ойласам, олар да солай ойлайды. Бәрекелді. Басты ерекшелік оларда жаңағы халықпен бірге, әріптестермен бірге. Мен айтып отырмын, 10 жыл мен сетевой компанияда жүрсем де, мен бұндай басшыларды көрген жоқпын. Потому что бұл өзіміздің кәдімгі қазақтың азамат жігіттері. Сол 10 жылдың ішінде түйген тәжірибеңіз, көрген барлық еңбегіңіз, жемісіңізді түйінде отыра, осы енді сетевой бизнесқа енді ғана қадам басып жатқан өзіңіздің әріптестеріңізге, тағы да басқа жандарға өзіңіз бір түйген қандай кеңес айта алар едіңіз? Жаңа айтып кеткендей, сөзіме қайтып оралам. Ол енді шыдамдылық деген ол міндетті түрде керек нәрсе ғой. Содан кейін жүрегіңе сенуің керек. Енді бұл сетевойды бастаған кезде жекінің бірі жүгіріп келіп, жарайсың, молодец, мен көптен күтіп жүредім, осы сен қашан кіреді сетевойға деп, мен сенің артынан тіркелейін деп ешкім айтпайды ғой. Бізде енді ақылшылар көп қазір. Қазір көшеге шығып сұрайтын болсаң, екінің бірінен, ал мен сетевойға кіріп едім, давай менің артыма тіркел деп айтып қарашы. Кім тіркеледі саған? Бәрі айтады да, керт атады. Біз керт атуға шеберміз, ақыл айтуға шеберміз. Сондықтан да қазақта сөз бар, ер болсаң, бопсаға шыда деген бар. Угроза дейді ғой, угрожать етеді, например, да, вот соған шыдау керек бұл жерде. Себебі сені керт атқан кезде, кезінде менің де сондай бір қайтып қалуға шақ қалған кездерім болды. Потому что сондай бір кездер болды, бизнес жүрмей жатыр, отказдар көп, енді не істеймін деп жүрген кезде, енді жау жағынан алғанда бөрітектен алып деген бар ғой. Вот сол кезде бәрі жаған ақыл айтқыш болып кетеді ғой. Не істеп жүрсің, жұмысқа кірмейсің ба, анау мынау деген сияқты. Сонда мен өзіме қазір ризамын. Сол кезде мен қойған жоқпын, мен айттым, жоқ, мен қалай да осы жерден миллионер боламын. Мен соны енді ойланып, сөйтіп жүрген адамдар болса, мен айтарым, ең бірінші алдыңызға мақсат қойыңыз. Айтып отырмын ғой, біріншіден шыдам керек, екінің бірінің сөзін тыңдамаңыз, жүрегіңізді тыңдаңыз. Бастысы. Өзіңізге сеніңіз, көріп тұрған нәрсеге сеніңіз. Қараңыз, сіз айналаңызға қараңыз біріншіден. Осы жерде адамдар денсаулығын түзеп жатыр ма? Қараңыз, действительно. Или құр сөз ба? Екіншіден, адамдар ақша тауып жатыр ма? Реальный, кәдімгі 6 айда, 1 жылда адамдар, 2 жылда адамдардың өмірі өзгеріп жатыр ма? Вот қараңыз. Егер де солай бәрі жақсы болса, солар айтқандай, онда сен де өзгере аласың. А егер де келіп, саған бизнес көрсеткен адам 2 жыл болды компания жүргеніме, 3 жыл болды компания жүргеніме, 4 жыл болды, 5 жыл болды дейді, айтады да адамдар, ондай адамдар бар ғой, например. Егер де ол адам жетістікке жетпесе, значит, онда ол жерде көп ештеңе жоқ деген сөз.
адам кішкене қарау керек та жан-жағына. Енді мен айта аламын, мен енді уверен айта аламын, біздің Infinity компаниясы енді жаңа айтып кеткендей ол мүмкіндіктерді береді, конечно. Жалғыз менің емес, менің де командамда бірнеше миллионер бар. Жақсы, керемет. Естеріңізде болсын, құрметті осы сетевой бизнесқа келейін деп жатқан, қадам басайын деп жатқан жандарға. Енді Жұмаберді мырза, мына керемет сұхбатымызды, әңгімемізді түйіндей отыра, мына біздің көрермендерге, топ жарған жобасының көрермендеріне, осы біздің компанияның әріптестеріне қандай тілегіңіз, ниетіңіз бар? Сонымен тәмамдасақ, қорытындыласақ. Барлық адамдарға мен сәттілік тілеймін. Өмірде жолдарыңыз болсын. Бизнеске келіп жатсаңыздар, мен сияқты менің жолымды берсін. Менен асып кетіңіздер. Енді осы компанияда жүрген өзіміздің Infinity компаниясының партнерларына тілейтінім, сіздерге де двойной бриллиант болыңыздар. Осы компанияның миллионері болып, бәріміз бір сахнада признание алып, осылай керемет хан сарайында үйде тұрып, бұл үйдің басы ғой енді. Жоқ дегенде осындай үйлеріңіз болсын, жоқ дегенде. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Сізге рахмет, Бағатжан, енді қош келдіңіз. Рахмет. Сізге де сәттілік, жұмысыңыз өрлей берсін. Топ жарған деген атына сай болып, топты жара берсін. Бәрекелді. Рахмет үлкен. Сізге де көп-көп рахметімізді білдіреміз. Жалпы ұжымның атынан осындай қонақжайлық білдіріп, кең сарайдай кеңсеңізге, өзіңіздің үйіңізге қонақ болып жатқаныңызға табыс тілейміз, өркендей беріңіздер, өсе беріңіздер, сіздерден үлгі алып, осылай миллионердің қасында отырып, энергетикасын сезінудің өзі бір ерекше бақыт. Сол бақытты сыйлағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенде енді Құдай қаласа үлкен көлікте, үлкен үйде тағы да бір жалғастырамыз деп ойлаймыз.